Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осы кітаптан бір ойынды ойнатып көрсететін боламыз. Жалпы мен бұл кітаптан көп ойындарды ойнатамын. Мазмұнында да көргендеріңіздей, кітапта өте көп қызықты ойындар бар. Бір ойынды мысалы әртүрлі темаларға қарай өзіңіз ойната берсеңіз болады. Біз бүгін сіздерге What's That Card деген ойынды ойнататын боламыз. Жалпы кітаптың соңында осындай карттар бар. Осы карттарды қиып алып, ламинаттап мен дайындап қойғанмын. Сол өтіліп жатқан тақырыбымызға байланысты бүгін сіздермен ойын ойнатамыз. Ал кеттік. Ойынды бастамастан бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыз және колокольчикті басып қойыңыз. Жаңа видеолардан тез хабардар болып отырасыз. Ал енді ойынды түсіндіріп өтейін. Ойынды екі топпен өтсеңіз болады, немесе екі оқушымен ойнатсаңыз болады. Мұғалім What's that card деп сұрақ қояды. Оқушы оны ағылшыншасын айту керек. Мысалы, it is ice деген сияқты қылып. Егер бұл жерде көз шықпайтын болса, онда картты қайтадан жауып қояды және екінші оқушы айтады. Екінші оқушы сол карттарды біріншісінен бастап қайталап өтеді. Card. It is hand, it is arms, it is eyes, it is ears, it is nose, Card. it is hand, it is arms, it is eyes, it is ears, it is legs, it is nose. Шаш. Міне көргеніңіздей, nose деп қате айтып қалды шашты. Егер ол шашты тапқан болса, ары қарай жалғастыра береді. Ал таппаса, қайтадан жауып, екінші бала жалғастыратын болады. Соңында барлық карттарды дұрыс тапқан оқушы жеңімпаз болып саналады. Бұл ойынды кез келген тақырыпқа ойнатсаңыз болады. Мен My Body тақырыбына ойнаттым, және де басқа тақырыптарға ойнатсаңыз болады. Егер сіздерге ойын қызықты болса, видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бас. Молодец.